Ассалаумағалейкум алаш жұрты. Армысыздар Алматы арнасының қадірлі көрермендері. Мұхтар Омарханұлы айтыс өлеңдері деген мақаласында қазақ фольклорындағы ең бай жанр айтыс десек, солардың көптен көбі еркек ақын мен қыз ақын, әйел ақындар арасында болған айтыстар екен көреміз деп жазған екен. Шынында да қыз бен жігіт айтысының орны бөлек қой. Жолықтырып мұнда көп көзірлерді, ішінен бір сұлуды көзім көрді. Көзім көрген аруды нәриядай, таппайтын секілдімін кезіп жерді. Жаныңда сенің жақын отқандағы, ойпырмай айталмаймын сезімденді. Ал енді шанысымды бош бермей, мен саған салайыншы тезіндеуді. Тұңғышым қашан келін әкелет деп, анамда шығарыпты безілдеуді. Он естіп уайымдап кететінем, бірақ та уайымымды төзім жеңді. Сені көріп қуанып отқанымай, сезініп неше түрлі сезімдерді. Дәл мендей дайын жігіт тұрған кезде, отау құрып қалап ал тезіргеңді. Жасыңда 25-тен асып барад, әрекет жасасаңшы өзіңденді. Ақ баба нәрия боп жүре бермей, ақ мама боп жүретін кезің келді. Айқаяқ Отырсың ба маған өлең арнайын деп, отырсың ба сөзіңмен алдайын деп, келе сап ғашық болдым деп жатыр ғой, бұл бала және отыр сарнайын деп. Сара жол салайық дейт мына маған, тақылдап мына жерде таңдайын кеп. Онсыз да саралардың жолындамын, қайтесің бір мен үшін саруайым жеп. Сен деген жол білмейтін жас баласың, тасқа тиер саған сенсем маңдайым кеп. Сара жол іздеймін деп сенімменен, адасып кететұғын жағдайым жоқ ай. Айым ертеректегі қыз бен жігіт арасында болған айтыстарды айтып көрекші. Ол бейкемен күдері қожа, Кеншімбай мен Ақсұлу, Әсет пен Ыршан, Жамбыл мен Айкүміс, Әжек пен Шәріп Жамал, Қадиша мен Ысқақ, айта берсем шек жоқ. Олай болса екеуміз осы ақындардың жолын жалғап жүрген бүгін айтысатын қос ақынды ортаға шақырайық. Ендеше қарсы алыңыздар, Алматы облысының ақыны Нұрболат Серікұлы. Нұрболатпен айтысатын Абай облысының үкілеген ақын қызы, есімі елге мәлім Әсем Ереже қызы. Енді осы айтысқа төрелік ететін қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Қазылар алқасының төрайымы Қазақстанның халық ақыны, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері Әсия Беркенова. Қазылар алқасының мүшесі Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, белгілі айтыскер ақын, айтақын Бұлғақып. Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты, азулы айтыскер ақын Ринат Зайтып. Ақындар сәттілік. Бұл айтыс бір жан сара ізіменен, сондықтан сұрыпталған тізімерен. Жамбыл мен Айкүміс қыз айтысқанда бөліскен көңілдегі сызыменен. Есенқұл мен Әсия апам айтысқанда туындаған неше түрлі қызық өлең. Айтағам мен Айнұр қыз жұп болғанда, кететін елдің іші қызы берен. Серік ағам Қарлығашпен айтысқанда түйреген әзіл толы бізіменен. Ринатта айтысып жүр көптен бері, жансаядай батыстың қызыменен.
Сол жол менен әсемдап мен де келдім. Таңдайға тақылдаған тізіп өлең. Өнер көші осылай жалғас екен, сан ғасыр түрленбесе үзілмеген әгигәгім, әгигәгім ай. Үміт күтсең кербез қыз талап тұлдан, кіл жүйріктер жиіліпті жарап тұрған. Алаштың ақынының бәр осында, қазақтың төленерін мадақ қылған. Барлығы четтерінен мерген екен, жырларын жебе қылған, садақ қылған. Кеше ғана бұл айтысқа мен қосылдым, жан емеспін бәйге десе қарап тұрған. Ағайын осындағы бармысыңдар, біздерді жақынына балап тұрған. Төрешіге басым дейіп сәлем бердім, біздерден жақсы айтысты қалап тұрған. Ассалаумағалейкум ағайынға, қош жанарын экранға қадап тұрған. Әгигәгім, әгигәгім ай. Жиналыпты бұл жерге кілулылар, елдің сөзін айтуға тілі құмар. Бір жан салдың елінде өскен, бір ұл едім кеудесінде серіліктің тұғыры бар. Қыз жігіт айтысына қосылыппын, ендеше сөз сөйлейін қызымы бар. Осындағы қыздарды құрметтеймін, ойында қар өлеңнің тұнығы бар. Жас ақындар мәз боп жүр, жұптары мен қасында өңкей сылқым сұлуы бар. Мұрадым абзал менен жас ұландар, келіншекке жұп болыпты қызылы бар. Алмаған аймаңдай боп әсем келді, ақылына көркі сай қылығы бар. Қыздың аты қашанда қыз екен ғой, кітаптай әр бетінің қызығы бар. Бірақ та бұл әсемнен байқау керек, бойында бойдақтықтың қыжылы бар. Соңына түскендерді аямайтын солтүстік Кореядай түзімі бар. Әгигәгім, әгигәгім ай. Байқамасаң бақытың қолдан шығар, мен естай мүмкін әсем қорлан шығар. Әсем мен әсем айтыс мен жасасам, екеумізге де шығатын төр бар шығар. Әсемді айтысқандар қатты дейді, қатты болса біреулерге болған шығар. Бірақ өзім бірінші рет кездестірдім, біздерді халық дейтін қолдаушы бар. Ал енді бір тілдесіп көрейінші, әсемде де жұмсақтау жер бар шығар. Әгигәгім, әгигәгім ай. Нұрболат байқап тұрсам ерік тұлсың, көріп тұрм өз күшіңе сеніп тұрсың. Көңілсіз сүреңсіздеу айтыс қылмай, қос ақын ос ортаны желіктірсін. Екеуміз суырып сап айтысайық, тыңдарман жырымызды көрік қылсын. Айтысты бізден бұрын екі ақын, олардың айтысқанын көріп тұрсың. Жасылан зира гүлге гүл әкепті, сен неге құралақан келіп тұрсың? Жасымнан осы өнерді мұра қылдым, сөзіме тыңдарманды куә қылдым. Мектепте оқытушы деп естірем, анық қой құймекені құлағымның. Немене гүл алатын ақшаң жоқ па?
айлығы көп деуші еді мұғалімнің талапты осы арада таудай қылсақ, нұр болды домалатып жаудай қусақ, шығасап жұмсақ жерің бар шығар деп, көздерің жанып кетті шамдай бір сәт. Бұл әсем сыртқа қатты көрінгенмен, шырағым тілін тапсаң сондай жұмсақ. Кеңеске түскен кезде жақсылармен, тілінен сөз тамшылар балдай жұмсақ. Аллаға құлшылық қып иілгенде, сәждеге тиетұғын маңдай жұмсақ. Әсемнің жұмсақ жері толып жатыр, ал сенің көздегенің қандай жұмсақ. Алдында айтысуға мың кісінің, жылына бір келетін жылғысымын. Көрермен айтыс сүйер армысыздар, соғайық алдыңызда жүрмісінін. Сараны бүгін бәрі дәріптейді, ғасырдан бізге жеткен үлгісімін. Мен болсам Әсия апайды айтқым кеп тұр, өлең қып, өнеге қып гүлмісінін. Кезеген кеңеске де домбырасын, дақпыртын кім білмейді бұл күсіннің. Арындап айтысуға шыққан кезде, қатармен алды болып құрбысының. Сараның сарқыты боп бізге жеткен, мен өзім Әсияның сіңлісімін. Елімнің боп көрінген ай көгінен, Абайдың тоғжаны ем, әйгерім ем. Сараны теңегенде апатайға, құрметті ағаларға сай бөліп ем. Алталаш аламанда бас қосқанда, тұлпар боп оза шапқан тай кезінен. Мен өзім бірге өскен ринатымды, қазақтың биік көрем байбегінен. Артық па ақан десек серағамды, бір жаннан айтағамның қай жерігем. Айналар аңызына ғасырлардың, жырлары жақұт болып шашылғанмың. Жалғасы осылар ғой Ұлбикенің, Жамбылдың Сүйімбай мен Шашубайдың. Көтеріп тірісінде төбемізге, жетейік қадіріне асылдардың. Қараңғы түнді емес күндіздеймін, теңіздей тереңдіктен жырды іздеймін. Солтүстік Кореядай қатал болсам, іргемді мен ешкімге түргізбеймін. Оның рас қайнап жатқан қазынамды, келімсе қырандарға ілгізбеймін. Қазіргі Қазақстан секілдемес, бейсауат маңайымнан жүргізбеймін. Қақпамды аңғай-саңғай ашық тастап, ешкімге құпиямды білгізбеймін. Ешкімді кеденімнен өткізбеймін, ешкімді шекарама кіргізбеймін.
жабыт жүрмен шамың амай, мен сенің таптырмаспын жаныңа жай. Бірде жұмсақ ал бірде қатты дейсің, сайрайсың кезек берсем тағы қалай. Елірме естаймын деп үйіңдегі, бір әйел қос баланың жайы қалай. Серік жан кезегіңді күттірмейін, айта бер әңгімеңді әрі қарай. Серікжан деген сөзді өшіріңіз, Құдай-ау нұр болат қой есіміміз. Жаңылдың айдың күннің аманында тиді ме әлде біздің кесіріміз? Томпақтау қозы қарын қара торы, қыз ғашық болатындай кесіміміз. Естайда мына мендей болған шығар, ондай болса Алла берген несібіміз. Есімімнен ескетіп жаңылардай ғашық қып отқан болсам кешіріңіз, әгигәгім, әгигәгім ай. Жігітем бекер сөзге желікпеген, Алла бізге енші қып беріп төлең. Жасұландай саханада гүл сыйласаң деп отырсың, қасыңа көрік берем. Сабыр етші айналайын әсем сұлу, жырымды дәл осылай өріп көрем. Айтыстан соң ең басына алып шығып, көктөбенің гүлдерін теріп берем. Әгигәгім, әгигәгім ай. Деп отырсың екі бала жары қалай. Жарым құт сыйлап жүрген жаныма жай. Сол үйдегі жарымның арқасы ғой, татитыны Нұрболаттың наны балдай. Айтпақшы бүгін оның туған күні, құттықтайды Нұрболат әнін арнай. Туған күнін ұмытып жарым байқұс тақым қысып отқан шығар, жаны қалмай. Әгигәгім, әгигәгім ай. Жарасады әсем сені қырмыз десем, табылама бұл әсем күндіз десем. Солтүстік кәриясем болмай-ақ қой, жарасып тұр сұлу қыздай күлмің десең. Бақытыңды өзіңде сез алмайсың, біреуге жан сырыңды білгізбесең. Сен айтқан шекараның түрлері көп, дұрыс болар оны ашпай тұрмын десең. Бақыттың шекарасы мүлде бөлек, қате болар онда ешкімді жүргізбесең. Өміріңнің өркені жайнамайдау, шекараңнан бір солдат кіргізбесең. Әгигәгім, әгигәгім ай. Болатын адамзатқа ұлық көмек, Әл-Фараби көбірек тілік дебет. Тоқайып алты бірдей тіл біледі, сондықтан сөз сөйлейді біліп дерек. Әсемде бес тілді бірдей меңгеріпті, бірақ оған басқаша бүгін үгіт керек. Бес тілде сөйлеймін деп жүргеніңді өмірде уақытқа жығып береді. Бес тіл емес әсемжан қазір саған үндемейтін болса да бір жігіт керек. Әгигәгім, әгигәгім ай. Әуелгі үрістемет сенім арман, алдымнан өзің күттің келіп алдан.
отырсың. Жүрегі адал қыз деп сеніп алған. Гүлдерді әйеліңе апарып бер, басынан көктөбенің теріп алған. Ақынға сыйлаған соң ән жырғалам, дұрыс қой арасында қалжыңдаған. Әуелде менің жұбым Рүстем болған, оны да бұйыртпадау тағдырмаған. Ал сені жаңа ғана көріп тұрмын, өзіңмен айтысам деп қам қылмағам. Атыңды жаттап әлі үлгергем жоқ, әйтпесе жанмын көңіл қалдырмаған. Серік деп айттыңыз деп өкпелеме, ақ көңіл жігітсің ғой даңғырлаған. Рүстем Ринаттар болмаған соң, Серік пе Нұрболат па бәрібір маған. Қазылар биік сөзге баға берет, сен маған тиісіп кеттің жаңа не деп. Болса да үндемейтін жігіт керек, деп салдың мына жерде маған әлек. Үндемес дегеніңіз мылқау шығар, бойыңа қайдан жұққан жаман әдет. Енді тым үндемесе бір түрлі ғой, азырақ сөйлесе де бола береді. Жаныма жақсы сөзді қанат қылғам, талпынып биіктерге талап қылғам. Әсемнің тымгір пияз талғамы бар, күні жоқ үндемеске қарап тұрған. Қарағым жібі түзу жігіт керек, 12 мүшесі де жарап тұрған. Әлемнің мықтылары мақұлдаған, Тоқайып дегеніңіз ақылды адам. Тым терең саясаттың исін сезет, жанына ол кісінің жақындаған. Путинді сөзден талай тосылдырып, жасап жүр біздер үшін батыл қадам. Си Цзиньпиннің тілінде сөйлегенде, шапалақ соқты Қытай шатырлаған. Ағылшын тілі оған бұйым емес, сөйлесе от жалын боп лапылдаған. Үлгі алған сол кісіден бұл әсемнің, таңдайы түрлі тілде тақылдаған. Нұрболмен қалай енді айтысамын, жаныма жағдайы жоқ жақындаған. Өзінің білетіні жалғыз ақ тіл, оны да қарық қылып қатырмаған. Әсемде елден ерек талап тұр ғой, оны сезер Нұрболаттай санаттыл ғой. Жар табу ұрасында оңай емес, талабын саусақпенен санап тұр ғой. Бұл талапқа сай келетін бір адам бар, ол адамда қос жанарын қадап тұр ғой. Өзі құрдас, өзі бойдақ бір жігіт бар, айтысты да сүйетін талаптыл ғой. Әсем-ау,
мына айтқан талабыңа асқа бейіп жан доста жарап тұр ғой. Оны сәл-пәл кәрелеу деп отсаңыз, қасындағы егізіп барат тұр ғой. Әгигәгім, әгигәгім, ай. Бір тілді деп мені бөлек күндейсің ғой. Бойыңдағы жалғыз менің тілдейсің ғой. Сол тілден артық менің асылым жоқ деген сөзді құлағыңа түрмейсің ғой. Үрістеннен басқасының бәрі бір деп біздерді көңіліңе ілмейсің ғой. Жалғыз тілің мына маған аздық етет деп ішімдегі шабытты үрлейсің ғой. Жақындаса жаныңды жадыратар, сол тілімнің қадырын білмейсің ғой. Әгигәгім, әгигәгім, ай. Жарасар иығымды биіктетсең, жарасар әзілімді биіктетсем, балмұздақтай әсемжан ерисің ғой. Лапылдап қасыңызға тиік бетсем, тілім емес ернімді де ұмытпасең, ең жұмсақтау жеріңнен сүйік бетсем. Әгигәгім, өзіңді дәл осындай жан демесем, жалғыздық бұл әсемге тән демесем, баратпен жан достарға тиіп ал деп, болмайма өлеңіңді сәндемесең. Бұлардың жасы менен көп кіші ғой, есептеп көрсең бұлай әлденеше. Бай болып бұлар маған жарытпайды, асырап бала қылып ал демесең. Айтар болсаң тиіп қана, алмайсың жамағаттан биік баға. Қыз жігіт айтысының бар әзілін, кеп тұрсың осы араға жиып дара. Жұмсақтау жеріңізден сүйем дейсің, қалғыма олай болса ұйықтама. Көрейік онда барлық өнеріңді, әсемнен құтылмайсың сүйіп қана. Ойбай әсем, бұл айтқаның шын батағы. Бұл әсем қалай тіл қатады. Ұйықтама деді мен не деп кетті, өнеріңді көрсет деп үн қатады. Әсемнің назданып айтқан осы сөзі тағатым мен сабырымды ұрлатады. Менің әрең басып отқан жүрегімді әсемнеге қайта тулатады. Бар өнерімді өзіңнен аямасем, Құдай-ау енді қашан күн батады. Әгигәгім, әгигәгім. Жауабымды сарт еткізем, көзіңнің отын нұр бол жарқ еткізем. Сүюмен құтылмайсың дегеніме, қуанып кеткеніңе әнтек күлем. Сен бұлай жаман ойлай берер болсаң, дәл бүгін құтылмайсың бар тепкіден. Дәметіп отырғам жоқ өнеріңнен, өзі де түсінеді деп едім мен. Бетімнен былш еткізіп сүйгеннен соң, сүртіп кет дегенім ғой салфеткім мен. Әсемге сақынада тіл қатқанда, болама дәл осылай қылжақтауға. Барлығын өнерімнің көрсетем деп, бейімсің көрер
көңіліңді шулатқанға, бойыңа сыймай жүрген қандай өнер, не істейін деп едіңіз түн батқанда. Өлеңімді тыңдайтын өрелім ғой, ел қолдаса төрге шығар төредім ғой. Өрістен бұл айтысқа келмей қаса, қалың қасыңыздан табылатын мен едім ғой. Қыздарға сілекейім ақпақ түгілі, қызды таңдай қақтыратын середім ғой. Түн батсын дегеніме елең етпе, астарлы сөзді қуатын сен едің ғой. Расымен түн батса аянбаспын, бар өнерді шығарып көремін ғой. Телефонға уланған ұл қыздарға ақсүйек үйретейік дегенім ғой. Қазағым қай қашанда рух телсің, бірлік деген ұранға біріккенсің. Бұл күнде эфирлерде көбейіпті, ұлтымның өнегесін іріткен шын. Сол эфирлер арнадан жабылса екен, жамандығын елінің жіліктерсін. Алматы айтысқа да орын берді, төленерді ағайын кіріп көрсін. Сол арналар Алматыдан үлгі алсыншы, қазағымның төленерін ұлық көрсін. 3 сағат қалаулымның шатпақ емес, қазақтың төленері үгіттелсін. Әгигагым ай. Әсемжан құтты болсын қадамдарың, өнердің көрсетпейсің жаман жағын. Өзіңдей аярудың арқасы ғой, менің де кең көсіліп шабалғаным. Айтпақшы құтты болсын дипломың, шетелдегі оқуыңды тамамдадың. Қазақстан жақсы бір жұмыс берсін, бағалап дәл өзіңдей мамандарын. Айтыстың еркі аққуы болып жүрсің, жарасып тұр еркелеп таранғаның. Тілерім ең бақытты әйел болшы, орындалсын өмірдегі бар арманың. Көр жерді біз емеспіз тақпақ қылған, ақын біз асқа қойды мақсат қылған. Айтыс қой талайларды топқа қосып, айтулы жүйрік қылып баптап тұрған. Айтыстың арқасы ғой мына бізді, қарайған халық болса жақтап тұрған. Эфирден әр күн сайын айтыс берсін, шоуларды не қыламыз қаптап тұрған. Өлмесін деп тілейік осы өнер, ұлтымның ағым үмітін ақтап тұрған. Аяулы айтысымыз жасай берсін, қазақтың қазақтығын сақтап тұрған. Сарыарқа сауық сайран салған жерім, Алматым ақтаң атқан арман белім. Қасыма бір сәтті өзің жетіп келдің, келмей қап үрістемдей таңдаулерім. Тосылмай шапқаныңа қарап тұрып, разы боп осы саған қалған жерім. Өзіңді мен мақтамай
кім мақтайды, келіп тұр сал бір жандай тарлан дегім. Ақ көңіл аңқылдаған жан екенсің, болмады бізді беттен алған жерің. Тосылмай топта шауып жүре берші, маңғазым майталманым маң-маңгерім. Ардақты айтыс сүйер әлеумет. Алматы облысының ақыны Нұрболат Серікпенен Абай облысының әдем ақыны Әсем Ереженің бірінші бөлімдегі айтысы осылай аяқталды. Ақындар, экраннан бір санды таңдаймыз. 2. 2 дейді. Айтыстың екінші бөлімінде жұмбақ айтыс жанры бойынша сайысқа түсесіздер. Сәттілік. Ал енді қоя тұрып қылжағымды, тапқырлыққа бұрайын тіл жағымды. Осы айтыс қой бағымды жандыратын, осы айтыс қой биіктетер ұжданымды. Қасыма келтіргенде бір ғалымды, тоқтамай жасырайын жұмбағымды. Әгигәгім, ай. Бір Алла сан тілсімді жаратады, бір орман бар әйгілі баратағы. Сол орманның 133 қазынасы бар, барлығын бір алыпқа қаратады. 32 кептер бар сол орманның, 18 миллиондай балапаны. Алғане кезек бердім әсем ақын, қалай шешіп бұл жұмбақты таратады. Әгигәгім, ай. Нөсер боп жауып нұр бол басылғансың, күндей боп сонан кейін ашылғансың. Жұмбақты аруын алар әдем айтқан, сен неге сол жүйені қашырғансың? Бір нәрсе жасырмай ма бір шумаққа, сен неге 20 нәрсе жасырғансың? Шабыттың осы болар ашылғаны, жұмбағын айтып отыр қасымдағы. Дегенің қалың орман Қазақстан, жайнаған Орта Азияның жасыл бағы. Бір алып дегеніңіз президент қой, бастаған көшімізді ғасырдағы. 133 қазына дегеніңіз, ұлыстың 133 асылдары. Жараса өмір сүріп кепіл болған, тыныштық татулыққа басымдағы. 32 кептерің тәуелсіздік, дәл бүгін 32 жасындағы. Ал енді қаптап жүрген көп балапан, 18 миллион халық осындағы. Жауабын жұмбағыңның тауып алдым, әсемнен осы болса жасырғаны. Жанымда Нұрболаттай нар бар екен, мен де оның жұмбақтарын жалғап өтем. Ғасырдың басында кеп 20-шы, далама кеңес ойран салған екен. Түлігін қойнау толы, жайлау толы,
жоғалтып қазақ сонда алған екен. Малынан айрылғаны ештең емес, жарылқап бере салмас жанға бөтен. Қазақтың киесі боп саналатын, айрылып бір жақұттан қалған екен. Жұмбақты айтып тұрмын тыңда саған, ойыңның жүйріктігін сынға салам. 40 жыл бұрын қайта сол жақұтты, өзіңдей тауып алған бір жас адам. Ұстап жүр жарқыратып ел алдында, беделмен биіктепті тұлға содан. Қазақтың бағы қылып сол адамды бұйыртып берген екен бұл жасаған. Айтыстың табады екен кілтін кім, төтелеу жол емес пе бұл ұтудың. Нұрболат жүйрік болсаң тауып көрші, ақынсың үкілеген үмітің мың. Жоғалтып қайта келген жақұтың не, жақұтты тауып алған жігітің кім? Сен айтып отырған мен жас күнімді, бұл сөзің білдіргендей бас қуғымды. Кеше күні, кеше орыстар отарлап жатқан кезде, түбімен жоймақ болған дәстүрімді. Сонда айтыс ел ішінен шеттетілді, жарты ғасыр тұншығып бастырылды. 40 жылдан кейін жүрсін Ерман бастап, айтыстың шымылдығы нақ түрілді. Жақұт деген мен білгенде осы айтыс қой, жас жігіт жүрсін Ерман жас бұрынғы. Біз дедік сол айтыстың түлектері, отырсын шеберлікті үдеткелі. Жүрсін көкем жүгіріп, сауығып жүгіріп кетсін, қабыл боп бар қазақтың тілектері. Әгигагым, әгигагым. Бір сандық бар әлемді қамап алған, сол сандық көп адамға болады арман. Не іздесең табасың сол сандықтан, әлемнің хикметі қораланған. Сол сандықтан біреулер бақыт тауып, біреуі жазылмастай жараланған. Сол сандықсыз күніңнің де мәні болмас. Жалықпайсың сол сандыққа қарағаннан. Әсем-ау, осы сандық қандай сандық, өміріңмен барабар боп бағаланған. Әгигагым, әгигагым. Қыз жігіт айтысының тобындағы ақындар тапсырманы орындады. Жауабын жұмбағыңның сезіп тұрмын, аттың жалы түйенің қомындағы. Соны да жұмбағым деп отырсың ба, нәрсе ғой
болған оның бәрі. Барлығын уақыттың ұрлап алып, қайнайды кейде содан сорыңдағы. Іздеген жаңалықты тез табасың, жағымды жақтары көп оныңдағы. Кішкене қол сандық қой ол сандығың, қалта мен қол сөмкеде орындары. Кешегі хатта асыған көгершіннің бүгінгі қызметін орындады. Ұрым мен қырым мен де тілдестірген ұялы телефон ғой қолыңдағы. Өмірдің қарасаңшы қаталына, кей жайлар көңіліңе батады да. Танимын мен бір жүдеу қарияны, бұрын ел куә болған атағына. Ештеңе аямады ұл қызынан, кем қылмай қосамын деп қатарына. Барлығы қазір оны тастап кеткен, ұқсайды қария байғұс қапалыға. Нұрболат, сен сол қартты білесің бе, бәрінің бақ тілеген сапарына. Құлазып жүдеп жадап отыр дейді, оранып алып ескі шапанына. Бұл жұмбақты шеше алмай сенделмегем. Бұл менің жан жарамдай емделмеген. Қарт дегенің алыстағы ауылдар ғой, қаладағы тұратын ел көрмеген. Барлығы жақсы көріп жүргенімен, материалдық жағынан дем бермеген. Барлығы жаңаланып жатса дағы, ауылдың бет бейнесі өңделмеген. Азайып мектебінің оқушысы, көшесі мен жолдары жөнделмеген. Кешегі бірге жүрген ауылдастар, мен бақытты сеземін сендерменен. Қарапайым қасиетті ауылым-ай, мен сені жаннатымнан кем көрмегем. Ауылды алтын бесік деп айтады ақындар, әрқашанда терген өлең. Көңілімді дәл сол ауыл жүдетеді. Көңілің берекеден қашады екен, бесігіңді көргенде тербелмеген. Әгигагым, әгигагым ай. Сөзді жалғар едім одан әрі, уақыт толып қалды жобадағы. Ағайын аман есен болыңыздар, әлі талай тартамын томағаны. Елім аман болса екен, жұртым тыныш, дәл келіп мәшһүр жүсіп жорамалы. Әгигагым, әгигагым. Ардақты айтысүйер алаш жұрты, қазіргі қазақ айтысындағы есімі елге мәлім жұлдыздардың бірі Әсем Ережемен
Айтыс сахнасында көп көрінбеген Нұрболат Серікұлының айтысы қалай болды қазылар алқасы? Бір әсемнің атына сай, Нұрболаттың да атына сай, нұрлы, жақсы, әсем айтыс болды деп ойлаймын. Екеуіңнің де жаңағы сыйластықтарың, әзілдерің, әзілдеп кішкене нұқытып қойғанмен әсемнің артынан сені өзі маңмаңгерге теңеп, майталманға теңеп жатқанына өзіңнің сол алғаш рет әсеммен шығып тұрсаң да өзіңнің береке беделіңді өсірген сияқты тұқыртпай азаматтығыңды қатты сыйлады. Сен де шаман келгенше жаңағы әсемніңге көпшік қоюменен болдың. Bir жарасымды жақсы айтыс болды. Енді жұмбақ айтыстың өзінде де сендер кез келген нәрсені құрт құмырсқаны сөз қылмай, осы Қазақстанның көп ұлттық екендігін, бүкіл жетістіктерін, соның бәрін айтқандарың көңілге қонымды болды. Рахмет. Айтақын аға пікіріңіз. Әсепай айтқандай дәмді айтыс болды. Менің қайран қалғаным Нұрболат көп айтыстан көріп жүрген жоқ екен сіздің айтыстарын. Мен көрген емес екен айтысқан. Мына Әсенге ілесіп чауып отырғаныңа мен қатты риза болдым. Әсеннің шеберлігі ғой, сен Әсем әрі сені түйреп отырды, әрі саған сені қолтығыңнан демеп кәдімгідей алып келіп отырды. Осындай тәсіл біздің Әселхан апамыз да барақта қарсыласты. Әдемі бір жақсы айтыс әкелді. Орынды жауап, жұмақтарыңызға жауап, ауқымды айтыс болды. Ринат аға не дейсіз? Енді Әсем бұрыннан біздің айтысқа ерекше ешкімге ұқсамайтын екпінмен келіп, әлі күнге осы айтыстың көшін сүйреп келе жатқан ақындардың бірі ғой. Сондықтан енді Әсем білет қалай айтысу керек екен, қалай жауап беру керек екенін білет. Ол 20 жылдан астам уақыт сахнада жүру, ол аз тәжірибе емес. Енді Нұрболат та жақсы ілесіп отырды, айтысып отырды, бірақ кейде жөнсіз жауаптар болып қалды. Қараңғыда ақ сүйек үйретейін деп едім деген құрсын. Өзің сенесің бе сондай жауаптарға? Болмайтын жауаптар ғой. Жақсы, былайша айтқанда мүмкіндік беріп отырды Әсем саған, ал не бітірейін деп едім. Сондай кішкене айтыстың қызуын келтіретін, динамикасын беретін сәттер, әттеген-айлар керек еді. Әттеген-ай болып қалды, болмай қалды да. Біз кішкене тәжірибемен келетін нәрсе шығар. Екі ақынға да көптен көп рахмет, кішкене сергіп, дұрыс айтыс көріп қалдық. Қазылар алқасы қандай ұпай бересіздер? Мынау ақындық пенен ұстаздық жолды қатар алып жүрген үлкен айтысқа енді қадам басып келе жатқан Нұрболат Серікұлына айтысты бастаған Әсия апай 9 Айтақын аға, 9 Ринат аға, 9 рахмет. Шырайлы шығыстың ару қызы Әсем Ережеге қазылар алқасы қандай баға берер екен? Әсия апай. 10 Айтақын аға, 10 Ринат аға, 10. Демек, Шығайып аға, бұл жолғы жеңісте Сараның сіңілерінің қоржынында. Ардақты айтысыр әлеумет, келесі аптада Алматы арнасында айтыста жүздескенше аман сау болыңыздар. Ендеше жай қарамай салсам бір ән, кәнеки құлақ түрсең баршаң бұған. Айтысқа күнде шықпас зира гүлдің, өнерім бір паш етіп тансандырам. Көк сулық күлім қаққан жеңешеме, мен бүгін жыр айтқызам, ән салдырам. Сені менен жолықсам тегін емес, көңілім қалай болсын сарсаң бұған. Жолы болар жігіттің қазақ айтқан, жеңгеші шығады деп қарсы алдынан айыбе. Семейден сен келеді деген дестіп, жол тосып күн бойы елеңдедім. Ақынсың ел алдында жарықсың ғой, сан жерде жанар таудай жаныпсың ғой. Күндіз-түні үйіңе бармай бала, келінді көп әуреге салыпсың ғой. Айтысқа да кешігіп зорға жеттің,
оғанда бір сылтау тауыпсың ғой. Естісем ұзын құлақтардан, ұшақтың уақытында талыпсың ғой. Өз мініңді білмей атеш құсап, жер тарпып қоқаңдап алыпсың ғой. Бұтына жіберген бала құсап, бір бұрышта ұйықтап қалыпсың ғой. Ай,